Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Біздің бүгінгі видеоның тақырыбы Өзбекстан туралы болады. Өзбекстан Орта Азиядағы 5 мемлекеттің бірі. Бұрын Орта Азияда Қазақстан ең бай мемлекет еді. Ол барлық салалар бойынша көршілерінен оқ бойы озық жүретін. Бірақ соңғы 8 жылда билікке Мирзиёев келгелі, Қазақстан Өзбекстаннан көп салалар бойынша қалып кетті. Сонда Мирзиёевтің қандай құдіреті бар? Неге Қазақстан көршілеріне есе жіберді? Біз бүгінгі видеода осыған кеңінен тоқталамыз. Биыл Парижде өткен Олимпиадада Өзбекстан 8 алтын алып, айды аспанға бір-ақ шығарды. Қазақстан бар болғаны жалғыз алтын алды. Қазақстан алдыңғы Токио Олимпиадасында ешқандай алтын, ешқандай күміс ала алмай, тек қола медальдармен шектелді. Сол кезде Қазақстан спорты масқара болды. Тіпті бұрын Лондон Олимпиадасында қазақстандық ауыр атлеттер 4 алтын алды. Бірақ олар допинг қолданған болып шықты. Сөйтіп Илья Ильин, Майя Манеза, Зульфия Чинчанло, Светлана Подоведовалардың алтындарын халықаралық олимпиада комитеті тартып алды. Бұл туралы ауыр атлет Алмас Өтешев мәлімдеді. Илья Ильиннің де допинг қабылдағаны өтірік емес. Бәріміз допинг қабылдадық. Дәріні өзіміз болып ішпейміз. Медициналық жауапты маман, аға бапкер, бас бапкер бар. Солар бізге береді. Бәріне кінәлі Алексей Ни, соны соттау керек. Қазір қайда ол? Жоқ, бәрін істеген сол дейді Өтешев. Және көптеген спорт түрлерінде Қазақстанға медальдарды көбінесе шетелдік легионерлер алып келді. Ал өзбекстандықтар көбінесе легионерлердің көмегіне жүгінбеуге тырысады екен. Одан да шетелдік легионер алған алтыннан өзбекстандық спортшының алған қоласы әлдеқайда құнды. Өзбекстандықтар өз спортшыларын кішкентайынан тәрбиелеуге барын салады. Әсіресе өзбекстандық боксшылар әлемдік рекорд орнатып, айды аспанға бір-ақ шығарды. Олимпиадада бокстан 7 салмақ дәрежесі бар. Соның 5 салмақ дәрежесінде өзбектер алтыннан алқа тағып, бүкіл әлемді таң қалдырды. Ал қазақстандық боксшылар бар болғаны бір ғана күміс алды. Басқа боксшылардың көбісі алғашқы айналымда ұшып кетіп, жүзіміз жерге қарады. Қазақ халқы бокстан алтын күтетін. Мысалы Ермахан Ыбырайымов, Бекзат Саттарханов, Бақтияр Артаев, Бақыт Сәрсекбаев, Серік Сәпиев, Данияр Илеусінов сынды жігіттер абыройымызды түсірмей, жүзімізді жарқыратып алтын алып, Қазақстанның туын желбіретті. Бірақ өкінішке қарай соңғы 8 жылдан бері қазақ спорты құрдымға кетіп барады. Токио Олимпиадасында ешқандай алтын, күміс алмадық. Ал биыл Елдос Сметов алтын алып, бізді масқарадан құтқарды. Сонда Қазақстанда спортқа бөлінген ақшаның бәрі қайда кетіп жатыр? Ол жағы белгісіз. Өзбек спортшыларында патриоттық сезім өте жоғары деңгейде. Соңғы 5 жылда дзюдодан мүлде ұтылмаған жапондық Ута Абені өзбектің қара домалақ қызы Диора Келдиорова жығып, жеңіске жетті. Жеңіліс дегенді ұмытқан Ута Абе зар еңіреп жылады. Осылайша Диора бүкіл Өзбекстанды бір көтеріп қойды. Осылайша олар 8 алтын, 2 күміс, 3 қоламен Олимпиада рейтингінде 13-ші орыннан көрінді. Бұл Орта Азия елдеріндегі алғашқы рекорд еді. Жалпы қазақ пен өзбек бауырлас халық. Олар бір-бірінің қуанышына ортақтасып, қойы қоралас болып жүрген жанашыр ұлттар. Қазақстанның спортының құлдырауына биліктегі жемқорлар кінәлі. Күні кеше Қазақстан президенті Тоқаев Париж Олимпиадасында жүлде алған спортшыларды қабылдап, арнайы марапаттады. Сол кезде Тоқаев Қазақстанда спортқа масқара ақша бөлініп жатқанын, бірақ нәтижесі көңіл көншітпейтінін растады. Шынымен де біздегі жұмыстар бөлінген ақшаға сәйкес емес. Мысалы Қазақстан премьер-лигасының чемпионы Ордабасы футбол клубы осы жазда чемпиондар лигасына шығу үшін шетелдік клубтармен ойнады. Бірақ ойындары өте нашар. Ордабасы құрамасында Асхат Тағыберген, Бауыржан Исламхан секілді футбол жұлдыздары болды. Бірақ тым нашар ойын көрсетіп ұшып кетті. Сонда біздің футболдан чемпион Ордабасы осылай ойнаса, басқалардан не үміт, не қайыр. Ал Қазақстан футболына да өте көп ақша бөлінеді екен. Бірақ ойындары көңілден мүлде шықпайды. Жалпы айтқанда Қазақстанға футболды қою керек секілді. Қазақстанда бокс пен күрестен басқа спорт түрлері мүлде дамымаған. Олимпиадада басқа спорт түрлерінен жүлде алған спортшыларды мүлде бағаламайды. Ал бокстан Олимпиада қатысуға жай ғана лицензия алған үшін әкімдіктер боксшыларға ақша таратып үй береді. Содан біздің боксшылар Олимпиадаға тоқ болып барып, қарсыластарын айқын басымдықпен жеңе алмайды.
Ал өзбек босшылары жігерленіп, намыстан жарылардай болып тұрды. Және бір кереметі, өзбек билігі жүлдегерлерге отандық өндірістің машиналарын таратты. Яғни Chevrolet Tahoe, ал қазақстандық жүлдегерлерге Lexus, BMW секілді шетелдік көліктер берді. Яғни бізде өз өндірісімізді қолдау деген атымен жоқ. Себебі елімізде өндіріс өте нашар. Биыл Қазақстанда зауыт ашылса, келесі жылы жабылып қалады. Кезінде Назарбаевты арнайы шақырып лентасын қидырып ашқан зауыттардың көбісі бір жылға жетпей жұмысын тоқтатты. Себебі көбісі үкіметтен зауыт ашқаны үшін субсидия алып, соны қалтасына басты. Қазақстанда көлік құрастыру өзбекстандық автопромнан қалып кетеді. Қазір елімізге өзбекстандық Chevrolet, Ravon, Nexia секілді көліктер қаптап келіп жатыр. Ал қазақстандық көліктер өте аз, және оның көбісін жай ғана шетелден алып келіп құрастырады дейді. Осылайша олар халықты да, билікті де алдап жүр. Қазақстанда шетелден машина әкеліп міну өте қымбат. Утильспордың кесірінен машинаның бағасы өте қымбат болып жатыр. Өзбекстанда тіпті тоңазытқыш, кондиционер сияқты тұрмыстық техникаларды шығаратын Артель деген зауыт та бар. Оның өнімдерін Қазақстанда сатып жатыр. Ал Қазақстанда мұндай зауыт жоқ болып тұр. Біз бәрін шетелден сатып аламыз. Және Қазақстанға Өзбекстанның жеміс-жидектері көп келеді. Өзіміздің жеміс-жидектер қайда екенін білмейміз. Алматыда көшеде жеміс-жидек сатып тұратындардың көбісі әзірбайжандар мен өзбектер. Міне соңғы 30 жылда Қазақстанды жемқорлар қатты құртты. Жемқорлардың кесірінен Қазақстан артқа кетіп барады. Шетелге 170 миллиард доллар ақша офшорға шығып кетті. Егер сол ақшаның бәрін өзімізге жұмсағанда, Қазақстанда Жапония секілді қарыштап дамып кеткен мемлекет болар еді. Бірақ өкінішке қарай, бұл ақшаның бәрі жемқорлардың қалтасында. Айта кетейік, Қазақстанда елірті салынған еді. Бірақ елірті құрылысы басталып, сол күйі қалып кетті. Бөлінген ақша жетпей қалды. Себебі ақшаның бәрі әркімнің қалтасында кетті. Біздің жемқорлардың ұятсыздығы сонша, тура Назарбаевтың көзінше ұрлады. Қазақстанда жолдар өте нашар. Мердігерлер жолды өте сапасыз салады. Биыл салынған жол келесі жылы жарамай қалады. Оны жөндеу үшін үкіметтен ақша сұрап, тағы жейді. Осы масқара жағдай жылда қайталанады. Үкімет салған үйлерде тез қирап қала береді. Жаңбырлы күні төбеден су өтіп, қабырғалар жарылып, сызат түседі. Подвалды су басып кетеді. Ал Өзбекстанда елірті құрылысына Қазақстандағын 4-5 есе аз ақша кетіп, бүгінде пайдалануға берілді. Өзбекстандағы еліртіні көріп көзіңіз сүйсінеді. Әп-әдемі жұмыс істеп тұр. Халық қалаған жейіне зу етіп барады. Өзбекстандық пойыздарда заманауи, жылдам жүреді. Ал Қазақстандағы пойыздардың көбісі ескі, қирайын деп тұр. Ішіне кірсеңіз сасық иіс шығып тұрады. Дәретханасына кірсеңіз құсқыңыз келеді. Қазақстан темір жолы мекемесі бұрын әбден былыққа батып пойыздарды мүлде жаңартпады. Соның кесірінен халық барар жеріне жазда ыстықтап, борша боп терлеп әзер жетеді. Қазір Өзбекстан туризмі Қазақстанды орап алады. Жыл сайын Өзбекстанға кемі 1 миллион адам саяхаттап барады. Ташкентте Дисниленд секілді үлкен қалашық салынған. Соны көру үшін Орта Азия елдерінен көптеген туристер топырлап барады. Ал шетелдік туристер Өзбекстанның Бұхара, Самарқанд қалаларын көруге арнайы келеді. Бұл жерде аурасы өте ерекше. Ал Қазақстанға 100 мың адамда келмей. Себебі бізде туристік жерлерде әжетхана жоқ. Және қонақ үй мен тамақ бағасы өте қымбат. Бурабайда демалғаннан гөрі Түркияда, Дубайда демалған әлдеқайда арзан түседі. Жалпы қысқаша айтқанда біздің мемлекетке өте үлкен өзгеріс қажет. Бұрынғы жемқор жүйені құртып, жаңаша жұмыс істеу керек. Өзбек бауырларымыздан үйренеріміз көп. Солар секілді мемлекетке жанымыз ашып жұмыс істесек дамып кетер еді. Өзбекстанға Мирзияев президент болып келгелі көптеген оң өзгерістер орын алды. Бұрын Ислам Каримовтың кезінде Өзбекстанның жағдайы нашар болды. Себебі Өзбекстанда табиғи қазба байлықтар болмады. 30 миллион халық алақандай жерден жұмыс таппай, көрші мемлекеттерге босып кетті. Ал бұл кезде Қазақстанда мұнай көп болып, қазақ халқының киімі бүтін, қарны тоқ еді. Әйтсе де өзбек халқының патриоттық сезімі өте жоғары. Олар қанша қиындық көрсе де, ешқашан Ислам Каримовты жамандаған емес.
Қазір әкесі президент болып тұрғанда әбден байлыққа мастанған Гүлнар Каримованы Өзбекстанның жаңа үкіметі қатаң жазалап, байлығын тартып алып, өзін түрмеге қамап тастады. Қазір Қазақстанда халық саны артып келеді. Бірақ елімізде жоғары жалақы беретін жұмыс орындары аз. Сол себепті де қазақ жастары Кореяға қара жұмыс істеу үшін кетіп жатыр. Және де Англияға, басқа да Еуропа елдеріне құлпынай жүзін теруге барады. Ол жақта 1 миллионға дейін айлық береді дейді. Қазір Өзбекстанда сақалды адамдарға айыппұл салып жатыр. Ал Қазақстанда теріс діни ағымдағылар көшеде қаптап жүр. Олар еліміздің қауіпсіздігіне орасан зор нұқсан келтіріп жатыр. Соның кесірінен елімізде теріс діни ағымдағылар көбейіп, қазақ қыздарын қатын қылып алып, талақ етіп тастап жатыр. Олар сәлем салмайды. Оны күнә деп есептейді. Өлілерге Құран бағыштамайды. Қазақтың шенеуніктерінің балалары Англияда, Америкада оқиды. Шетелде босанып, сонда емделеді. Қазақстанда тұрғысы келмейді. Қазір қазақ байлары Дубайдан үй алып қойған. Еуропада тұратын қазақтар да өте көп. Былайша айтқанда қазақтың ақшасының бәрі сыртқа кетіп жатыр. Байлар өздерінің болашағын Қазақстанмен байланыстырғысы келмейді. Қазір білімді жастардың көбісі шетелге кетіп жатыр. Сол себепті Қазақстанда ғылым білім дамымай тұр. Өйткені қазақтар олимпиадада алтын әкелген спортшыға үй көлік береді. Ал ғылыми жарыстан бас жүлде әкелген оқушыға мәнде бермейді. Қазақстанда білімі мықты жастарға жұмыс жоқ. Бар болса да оған пара беріп жұмысқа кіру керек. Мысалы мектептерде жұмысқа кіру үшін директорға 1-2 миллион теңге пара беру керек. Шымкент жақтарда тіпті еден жуушыны да жұмысқа парамен қабылдайды. Қазақ халқы көбіне той жасауға құмар. Елімізде сүндет той, тұсаукесер той, юбилей, отау құрғанға 50 жыл, бесік той сияқты түкке қажеті жоқ тойлар қатты көбейіп кеткен. Осының бәрін құрту керек. Себебі халық тойхана егесін байытып, өздері кедейленіп отыр. Жемқорлардың кесірінен қазақ спорты өліп, өнеркәсіп саласы артта қалды. Жалғыз мұнайға ғана сеніп отырмыз. Егер ертең мұнайымыз бітсе қайтып күн көреріміз белгісіз. Сондықтан да Қазақстан экономикасын әр тараптандыру керек. Зауыттар салу керек. Жемқорлардың қолын кесу керек. Тіпті оларды атып тастау қажет. Әрине, егер көп ақша жесе, жол, үй, мектептерді 10 жылға бұзылмай жететіндей етіп сапалы салу керек. Қарапайым халықтың айлығын көтеру қажет. Теріс діни ағымдарды мүлде құртып тастаған дұрыс. Байлар сатып алған жерлердің бәрін мемлекетке қайтарып, кедей халыққа егін егуге 10 сотық жерден беру қажет. Айта берсек көп. Түбі Қазақстанда бай мемлекет болады деп сенеміз.